Ғылымдар мынадай тәжірибе жүргізді. Екі тышқанды әртүрлі торға отырғызды. Біреуіне қолайлы өмір туғызды. Оны тамақтандырып, жинап, су беріп қарады. Ал екінші тышқан өзіне тамақты өзі табу тиіс болды. 100 күннен кейін миларының жасушасын тексерді. Екіншісінің даму деңгейі біріншісінікінен 150 есе артық болып шықты. Содан соң олардың орындарын ауыстырып, дәл сондай уақыттан кейін тағы да тексерді. Ал енді екінші тышқанның дамуы жоғары болды. Ал біріншінікі бұрынғы қалпына қайта түсті. Ұмтылатын ештеңе болмаса, даму да тоқтап қалады екен. Сондықтан, егер сіз өзіңіз мазасыз, сәтсіз адамдармен аралассаңыз, біраз уақыттан кейін өзіңіз де сондай болып кетесіз. Ал егер сіздің айналаңызда күшті, мақсатты, өз-өзіне сенімді, табысты адамдар болса, сіздің де сондай болуыңызға мүмкіндігіңіз зор. Оқыған Елтай Еркебұлан арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.